Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Ерасылмен біз ойын ойнағалы жатырмыз. Мен Ерасылға осындай қағаз және де осындай қақпақтар дайындап қойдым. Ерасыл қазір мына жерде жасыл, мына жерде көк цвет белгіленген. Я, Ерасыл, я? Мынау қандай цвет? Мынау қандай цвет? Мынау қандай цвет? Молодец. Осы көк цветтерді, жасылдарды қойып шығасың, я, біртіндеп, я? Кәне, көкті көкке қою керек. Ай, молодец. Ага, қой. Я, тағы да көк қайда. Молодец. Молодец. Мына жерге екеуге қалды, я? Міне, тағы бір көк бар бізде. Тағы бір көк қайда қоясың. Жасыл, жасыл, молодец. Жасыл. Екеуге үш жерге қалды ма? Екеуге қоя қойып. Жасыл. Я. Жасыл, молодец. Бұл ойын арқылы баланың түсіне өте аласыздар. Қазір картасын үйретесіздер сондықтан шеңберге қою арқылы сыртына шығып кетті, я? Бұл ойын арқылы бала түстерді ажырататын болады, сонымен қатар ұсақ моторикасымен белгілі бір іске деген концентрациясы артады. Тағы да ойнаймыз, я? Міне осындай көкті көкке, қызылды қызылға, розовыйды розовыйға бәрін қойып шығу керек, я? Міне. Қойып шығып. Қызыл қайда? Иә, молодец. Қандай цвет? Ерасыл айтып отыр. Ол қандай цвет? Қызыл, молодец. Бұл қандай цвет? Ля-ля, пинк те. Мынау қандай? Оранж. Оранж, я? Қызғылт сары қазақшасы. Бұл көк цветте. Көк деп айтшы. Молодец. Молодец. Кәне мұнда шапала қыра ғой. Оп-оңай болып қалды ма саған? Ерасыл, саған ойын ұнады ма? Тағы да ойнайсың ба? Қазір тағы да алып келем, я?